ханы Сырдария бойын басып алып, елге салық салып, күніне бір қазақ қызын түнекке алып отырған естіген Кенесары хан намысқа тартып, айлық жолды 7 күнде өтіп, Қоқан ханын талқандағаны ер батырдың ісі емес пе? Елінің тұтастығы, еркіндігі үшін күрескен ханымыз қырғызбен одақтасып Қоқан мен Орысқа соққы беріп еді. Түбі қырғыз манаптарының қолынан қаза тапты. Аз әскермен жеңіліске ұшыраған Кенесары ханды найзаға түйреп, қырғыз манабының алдына келеді. Сонда манап мазақтап, қазақтың ханы қалың қалай дегенде, Кенесары: маңқа қырғыз, не десеңде мен сендерден жоғары тұрым, байқамай тұрсыңдар ма деген екен. Ыза болған қырғыздар ханды шабуға дәті батпапты. Манап уәзірі Шыңғысханның ханы тегі бұдан тұқым алайық деген екен. 16 қанатты киіз үйге ең әдемі қырғыз қыздарын ханнан ұрпақ алуға келістіріп кіргізгенде, хан Кене: мұсылманның жаулығын киген қыздарым, іргемізде Қоқан, бірақ үлкен қатер Орыстан келе жатыр. Бүгіннен қалмай қырғыздың текті жігіттеріне жақсы жұбай болып, бұлдырықтай ұлдар тауып, атқа қонып еліңді қорғайтын азамат тауып беріңдер деп қайтарыпты. Опа жеген қырғыздар қазақ ханын қазанға қайнатып, терісін тірідей сыпырып, батылы жетпеген қырғыздың жігіттерінің қолынан қылыш алған қырғыз әйелі Кенесарыны шапқанда: ер табылмады ма? Қалың жасақ қолдан дегенде, артынан айбалтамен ұрып, ханның қарнын жарып, шек қарны жерге түскенде бірақ жан тапсырыпты дейді. Ханның жүрегін алып шыққанда жүрегі түкке оралған екен. Бұндай тек хас, жау жүрек батырда болады. Көргендер таң қалып, құлаған жүрек тасқа айналыпты деседі. Иә, қазақтың ақырғы ханның өлімі де әлі шешілмеген жұмбақ. Кесілген басты орыс елшісі Горчаковқа қырғыз манаптары табыстаған екен. Жұмбақ, құпия дүние. Іздеу үстінде әлі айбарлы ақырғы қазақ ханы Кенесарының басы табылмады. Мағжан Жұмабаев жырлағандай: алашта талай-талай ерлер өткен, ерлерде кенекеме кім бар жеткен дегендей, сол заманның жырауы Нысанбай: Кенесары кеткен соң иесіз қалды тағымыз, Наурызбай төре кеткен соң бастан тайды бағымыз, бұлбұлдай сайрап жүредік, байланды тіл мен жағымыз деген көріпкелдің айтқаны дәл келді. Жазушы Ғаббас Қабышұлының сөзінің мәні бар: Кенесарының денесімен басы қосылмай, қазақтың күні оңбайды деген. Ойланатын нәрсе тілеу қылып, дұға қылайық ағайын, өлі риза болмай тірі байымайды дейді бабаларымыз. Хан басы қазақтың топырағына келіп, тыныштық тапса, елдің рухы мен еркіндігіне жол ашылады ағайын. Көптің тілеуі көлдеген босқа емес, бірақ құрық арқан салынды деп қырғыз ағайынға тіл тигізудің керегі жоқ. Себебі Кенесары ханды сатқан қазақтың бай сұлтандары мен қырғыз манаптары. Оның арты сұрқия, сұмпайы, сатқын саясат тұр. Жанын Аллаға тапсырып, жүрегін еліне беріп, намысын ешкімге бермейтін жігіттер мен қыздарды тәрбиелеу біздің міндетіміз. Петербордан келгесін Шыңғыс төре алла жаздай адам қабылдамайды. Жыңғылды сайдың жиегіндегі жазыққа хан шатырын тігетте, сыртын сақина қылып әскермен қоршап, бүктісіп жатып алады. Көпке дейін төресінің төбесі көрінбегесін қарақалық қобалжып, аға сұлтан Құнанбайға адам салады. Хан қайырылып қараған, би бұрылып сұраған, алталаш аузыңа қараған, аузы дуалы, азулы аға сұлтан едің, ханымыздың халін бізге біліп бер деп қолқа салады. Аға сұлтан халықтың өтінішімен Шыңғыс төреге адам жіберсе, Құнанбай адам ертпей өзі келсін деп Ақ Ордадан хабар келеді. Хан шатырды қоршаған қалың әскерден өтіп, ішкенсе, Шыңғыс төре төрде бүктісіп жатыр екен. Жүзінде қан сөлі жоқ, ақ парақтай бозарып кетіпті. Еңсесі түскен төренің түрін көріп, Құнанбай шошып кетеді. Хал жағдайын сұрасқасын, Шыңғыс төре әңгімесін бастайды. Құнанбай жан, қайсы бірін айта берейін. Ақ патша шақырт дегесін барымызды киіп, дүниемізді жиып, Петербор қайдасың деп атқа міндік. Бір кезде генерал-губернатор: Шыңғыс мырза, мына басты таныдыңыз ба? Бұл сіздің бауырыңыз бунтар Кенесары Қасымовтың ақ патшаға сыйға тартылған бас сүйегі деп шынының ішіндегі бауырымның басын көрсеткенде төбе шашым тік тұрды. Кенесары бауырымның азутысы ақсиып маған қарап күліп тұр екен.
Ағау, тізерлеп тірі жүрген сенен бас имей кеткен мен артықпын. Бұқаға туған күн бұзауға да туады. Тірімізде төртеудей түгел бола алмадық, бізді алтаудай араздастырып жау жеңді. Әңгімеге ердік, намысты қолдан бердік, боқты үйге таласып, ауыз біршіліктен айрылдық. Жақсының жақсылығын жасырдық, жаманның абыройын асырдық. Бізді жау жеңген жоқ, ішімізден іріп өзіміз жеңілген. Аталы сөзге тоқтап, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығара алмадық. Қымызды араққа, айранды шарапқа араластырып берді. Халық аузына қараған игі жақсыларымыз көк бөрінің емес, аюдың артынан ерді. Мүмкіндікті қолдан жібердік. Атам Абылайдың түсі айнымай келді. Менің басым күллі қазақтың рухы еді. Басы жоқ денеде рух қайдан болсын? Рухы жоқ халық бастың қадірін қайдан білсін? Ағау, ағау, ақ патшаның сені қарсы алмағаны, басынғаны. Енді бұлқынсаң, қылша мойныңды талша кесіп, басыңды бауырыңның қасына қоям деп саған көрсеткен сесі деп, Кенесары бауырымның басы маған қарап, сөйлеп тұрғандай болды. Елге келгенше, еңсемді көтер алмадым. Келгеннен соңда бойымды тіктей алмай тұрмын. Ала жаздай адамдардан алшақ отырғанымда сол құнекедей бергенде, Шыңғыс төренің жанарынан бір тамшы жас жерге домалап түседі. Ақыретте бауырыма не айтам? Менің уайымым сол Құнанжан деп, Шыңғыс төре Құнанбайдың қолын қысады. Ұлттық рухы, намысы 1844 жылы тапталды. 1844 жылы Кенесары ханның хандығы күйретілді. 47 жылы Кенесары ханның басын кесіп алды. Ханның басы кетілгеннен кейін бұл елдің әруағы рухы кетті. Рух кеткеннен кейін қарапайым халық бұғып қалды, қорқып қалды. Өйткені өмірі аттың үстінде өткен Кенесарының басын кесіп алып, патшаға сыйлық қылып апарып берді. Апырай, бір елдің ханының басын кесіп алғаннан кейін батырларын қанын судай ағызып өлтіргеннен кейін Кенесарының жасағында болған тіпті кішкентай нәрестелерге дейін тіпті аяғы ауыр әйелдердің ішіне қылыш тығып тұрып жарған оқиғалар болған ғой. Кенесарының інісі Наурызбайлар, анау баласы Саржандар атқа қонған дейді, Кенесарының намысын, киесін қорғаймыз деп дейді. Бірақ соның бәрі нәтижесіз болды. Өйткені жаншып тастады. Анау озбыр империяшылдық билік Кенесарының жасағында болған, Кенесарының соңынан ерген әр қазақтың жазалады. Содан кейін қазақ басын көтер алмай қалды. Сол уақыттан кейін араға 70 жыл салып, 1847 жылдан кейін оқығандар, тоқығандар келіп, 1917 жылы тура 70 жылдан кейін Алаш мемлекетін құрып, Алашорда үкіметін жасақтап, біздің территориямызды бекітіп, халқымыздың рухын көтеріп, намысын тіктеп, кеудесі басылған, жігері жаншылған ұлтын оятты. Кейін 21 жылы большевиктер күшейіп, амал не? Қарапайым тамам халықты қырып алмау үшін тағы да большевиктердің коммунистерге қазақ халқын аманаттап берді. Бірақ большевиктер небәрі 20 жылдың ішінде қарапайым қазақ халқын қой шақырып, қанын судай ағызып, аманаттап берген халықтың уәдесін жығып, құдайсыз қоғамды орнатып, тамам халықты қырып тастады. 91 жыл тағы да 70 жыл салып біз тәуелсіздігімізді жаңғыртып отырмыз. Тарих қайталанады. Анау Кенесарының өлімінен кейін 70 жылдан кейін біз алаш жарияласақ, кейін 91 жыл қайтадан мемлекетімізді құрдық. Сонда 70 жыл қасиет, цифрлар қайталанып отырады. Біз үшін 7 саны қасиетті ғой.